Жақында ғана Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі фермерлер үшін дизель отынның бағасы сол қалпында қалатынын мәлімдеген еді. Ел бойынша көктемгі дала жұмыстарын іске асыру үшін 413 мың тонна бекітілді. Соның 73.600 тоннасы солтүстік қазақстандық диқандарға бөлінді. Облыста аграрийлерді дизель отынмен қамтамасыз ететін 8 кәсіпорын бар. Олар 1 литрін 224 теңгеден сатады. Бұл нарықтағы бағадан 36 теңгеге арзан. Эталон регион жауапкершілігі шектеулі серіктестігі солтүстік Қазақстандағы кепілдендірілген дизель отынын тасымалдайтын ең ірі кәсіпорын. Бұдан бөлек компания облыс аграрийлерімен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Бүгінгі күні серіктестік 315 диқанмен келісім шарт жасасқан. Биылғы көктемгі дала жұмыстарына кәсіпорынға 19.800 тонна бөлінген. 1 литрін бұл жерде 224 теңгеден сатып алуға болады. На сегодняшний день ақпан-наурыз айларында 12.500 тоннаға жуық дизель отынын сатып алдық. Соның 10 мыңға жуығы нефтебазаларға жеткізілді. Ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерге 4500 тоннасы берілді. Дизель отынын диқандар өздері келіп алып кете алады. Немесе біздің компания жеткізіп бере алады. Қызылжар ауданында орналасқан сервис жар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде 6200 гектар егістік алқабы бар. 10 жылдан бері егін шаруашылығымен айналысатын кәсіпкер жылда дәнді майлы дақылмен қарақұмық егеді. Ал шаруашылық тауарын өндіруші мемлекет тарапынан осындай жеңілдік көрсетіліп жатқанына өте қуанышты. Мемлекет тарапынан жеңілдік дизель топливасы отына 1 гектарға 20 литрден беріп жатыр. Соның ішінде 19 есепке келгенде 19 мың литр 224 теңге литрінен беріп жатыр. Техникаларымыз бәріміз сай дайын, көктемдік жұмыстарға дайынбыз. Үкімет тарапына рахмет айтамыз. Өйткені ол да бір жеңілдік. Жалпы облыс бойынша 8 кәсіпорын кепілдендірілген дизель отынын 1 литр үшін 224 теңгеден сатады. Біздің өңірге көктемгі дала жұмыстарын іске асыру үшін 73.600 тонна бөлінді. Жылда мемлекет осы көктемдік жұмысқа жанармай бөліп тұрады. Осы жылы 73.6 мың тонна беріліп жатыр. Осы біздің облысқа өткен жылы 71 мың тонна болды. Бағасы осы жылда 224 теңге 1 литр болды. Енді 8 оператор анықталды. Жанармайды беріп тұратын. Енді өткен жылдан осы жылдары бір айға бұрын бастадық. Жанармайды беруге ақпан айынан бастап, уже 2 айдың ақпан, наурыз айдың берілді. Ал шаруашылық тауарын өндірушілер сәуірдің 20-сы ылғалды жабу жұмыстарын бастап, кейін мамыр айының ортасында егін егуге кіріспек. Майгүл Селбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.